Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен нан қуырдақ тағамын әзірлейтін боламыз. Каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Етімізді қалауыңызша турап, қазанға сумай құйып, жақсылап қуырып аламыз. Артынан пияз, сәбіз және жарты қасық томат салып араластырамыз. Оның артынан капустамыз салып, жақсылап араластырып, оны да бірге жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және қақпағын жауып, кішкене 10 минуттай қуырып аламыз. Қуырылып болғанша нанымызды илеп қоямыз. Онға тұз қосылған суды құйып, орташа етіп қамыр илейміз. Және нанымызды тындырып қоямыз. Ал қазанымызға ет пен көкшептер батқанша су құямыз. Қақпағын жауып, қайнағаннан кейін астын басып қоямыз. Қамырымызды жұқалап жайып, үстінен сумай құйып жағамыз. Жағып болғаннан кейін 4 бұрыштап бәрін кесіп шығамыз. Картопымызды бірге салып араластырып аламыз. Және артынан бірден жаңа қамырымызды салатын боламыз. Міне видеодағыдай қамырды осылай үстісіне қойып шығасыздар. Қақпағын жауып, астын көбейтіп қоямыз. 20-25 минутта тағамымыз дайын болады. Ас болсын. Ассалаумағалейкум достар, Елдің дәм тағам каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің асымызда нан қуырдақ. Достар, осы видеомызға лайк баса кетіңіздер және комментарийға ас болсын деп жаза кетіңіздер. Және де достар, осы видеомыз 50 мың просмотр, және де осы видео арқылы 2000 лайк, 1000 комментарий болса, 3 адамға ақшалай сыйлық сертификат береміз. Немесе қолма-қол ақша. Сол үшін басқалардың көрігін атсалысып, лайк, комментарийді ұмытпаңыздар. Ал маған ас болсын. Дәмінен айдаламын достар. Маған өзіме салаттың жегі ұнайды. Денсаулыққа пайдалы. Ойлап қалмаңыздар, неғып былай жеп отыр деп.
Достар, бүгінгі аспарымыз нағордағы өте дәмді болған. Достар, жоғарыда айтқандай каналға тіркеліп, лайк басып, комментар жазуды ұмытпаңыздар. Ақшалай сыйлық ойнататын боламыз. Осы видеомыз 50 мың просмотр және де 1000 лайк, 2000 комментарий жинаған жағдайда. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Ел Адам Дәмді Тағам каналы.